Достар, өткен жыл, яғни 2024 жыл 18 апрель күні мен өзім автоблогты басладым. Әмде әне осы Kia Sonet'тен басладым. Бір жыл өтіп, әне осы машинды және бір сізге көрсетейін дедім. Бүгінгі видеода тест-драйв болады, әмде бірінші, екінші, үшінші позицияларының айырмашылықтарын сізге көрсете жақпан қолдан келгенше. Kia Sonet сізге ұнаған болса, Нүкіс қаласындағы Kia Нүкіс автосалонынан сатып алсаңыз болады. Әмде Kia Sonet'тің екінші позициясы тест-драйвта бар. Арқайын келіп, айдаушылық уалықларыңыз болса, арқайын айдап көрсеңіз болады. Машинның өзіне келетін болсақ, қазір Нүкіс қаласында Беруни көшеде кетіп баратпыз. Бұл Sonет нағыз городской кроссовер. Әмде мен өзімді отырғанда қолайлы сезіп отырыппан. Алдындағы обзорлар бәрі жақсы. Лишний препятствиялар жоқ. Әмде климат контрольлардан басқару, әмде мультимедиянан басқару жүда қолайлы екен. Бұл енді городской кроссовер болғаннан кейін аз көпшілік айтуы мүмкін, жаман жолларда айдап көру керек еді, сынап көру керек еді деп. Бұл нағыз городской болғаннан кейін қаланың ішінде сынап атпыз. Әмде тест-драйвта тұрған машин болғаннан кейін оны қаланың шетіне, жаман жолға шығара алмаймыз. Так, жеке өзіме жүда ұнады. Өзім экономичный сегментте бұл машин. Яғни ондай бір қымбат емес, қол жетімді бағада. Әмде өздерінде төлеу ұсулары бар, әр түрлі бөліп төлеу, автокредит, өзіңізге қолайлы ұсулын сайлап сатып алсаңыз болады. Енді қазір разгоннан тексеріп сізге көрсетеміз. Достар, бұл машинның разгонам жүда ұнады. Коробканың переключениясында ондай бір ойлана бермейді бұл машин. Қазір бұл машинда климат контроль қосылып тұрғаннан мына бат қалу керек. Климат контрольді өшіріп қойса, меніңше оданам тез жүруге болады. Бірақ қаланың ішінде енді сағатына 60 км айдау керек. Дегенмен мына разгоны жүда ұнады. Достар, Kia Sonet'тің екінші позициясын тест-драйв қылып айдап көрдік. Жүда жұмсақ, әмде ұлым айтқанда зор машин екен, маған жеке өзіме ұнады. Енді болса, бірінші позиция, әмде үшінші позициясын сізге салыстырып көрсетемен. Достар, Kia Sonet'тің бірінші һәм үшінші позицияның айырмашылықтарын Kia автосалонында продавец-консультант Азамат өзі таныстырады. Техник параметрлерден бірінші һәм үшінші позиция қандай айырмашылықтары бар? Ассалаумалейкум. Бірінші һәм үшінші позицияда екеуінде де бірдей 1,5 атмосферный мотор болады, 115 ат күші болады. Екеуінде farқы бірінші позицияда механический коробка болады, үшінші позицияда автомат коробка болады. Бұда механика коробкамыз 6 скоростан iborat болады, автомат коробкада 8 скоростан iborat болады. Екеуіне метан пропан орнатса болады. Метан пропан 4-ші поколениеде түсе береді. Сыртқы дизайны бойынша көріп тұрғандай мынада тұманға қарсы шырақлар жоқ екен. Бірінші позициясында тұманға қарсы шырақ болмайды, шақсы болмайды, сыртқы көріністен, ручкілерінде 5 ключевой доступ, некелер болмайды, дискілері өзіміздің AFOE штамповка болады. Бірақ литый көріністе болады 215-ке 60 деймін. Тұманға қарсы шырақлары бар, фарлар LED, 1-ден 3-ден фарлар LED болады, шақсы бар, люк бар, задний үклері жиналатын вариант болады. 5 ключевой доступ, ручкілері некілі вариант болады. Көріп тұрған болсаңыз, айнаның қапталарында да некілері, астыларында да некілері жаңағыдай безетілген болады. Яғни боковой айналасына қайырлады да? Боковой айналар жиналатын болады. Бірінші позиция болуына қарамастан LED фара, 200 миллионлық машинда. Бірінші позицияның артқы көрінісінде үшінші позициядан фарқы. Бірінші позицияда дворник һәм артқы бамперінде парктрониклер болмайды. Бірақ багажлары, сыйымдылықтары, размерлері бір болады. Теп көрсеңіз болады. Берген метан баллон 30-лықтан 3-еуін 80-лік әрекет сала беріңіз. Достар, обзорымыз сәл қысқалау болады. Енді интерьер дизайнына өтеміз. Бұда руль үстінде эко-кожадан істелген. Руль эко-кожа болады. Бұда круиз контроль болады. Климат контроль болады. Екі жақта обдув сиденье болады. Драйв мод болады, спорт режим, эко режим, нормал режимдер болады. Трекшн контроль болады, құмда, қарда батпау үшін. Көріп тұрғаныңыздай Captiva
задневиктер болады, ашып саласың бұл жақта, и өзінің клапанға люк болады, кожаный салон, старт стоп болады, и өзінің пультінде қотылау, өшіру функциялары бар. Межигар керек емес енді. И бұның және бір айрықша жері, бұда премиум Bose аудио система болады. Өзінің күшлі колонкалары, пешалкалары и самвуфері болады. Бірінші позицияда мультимедианың мынандай рамкілері сәл андай матовый болады, бұда глянцевый. Бұда глянцевый болады, бірінші позицияда матовый болады, и бірінші позицияда монитор болмайды, өзіміздің AFM магнитола болады, и климат контроль, круиз контроль дегенлер болмайды. Обычный кондиционер. Обычный простой печка кондиционер болады. И старт стоп емес, кілтте қосылатын болады. И механика коробка. Механика коробка болады, спорт режим, эко режим, аудио сиденье дегенлер ол бірінші позицияда болмайды. Бұда азыр подогрев сиденье тек алдында, я? Алдында подогрев сиденье емес, обдув сиденье болады. Бұларда машина сондай мөлшерленген. Бұл ысыту үшін климат контроль системасы осындай жақсы істейді. Мынақты стабилизация бар екен, и мынау парктрониктік шығар, е? Парктрониктік өшіріп жағу функциясы. Парктроник бұда алды артында да болады. Алдынан бар, е? Алдында hem бар. И электронный табло. Механикадан сондай ғой, е? Механикада hem электронный табло болады. Үшінші позициясында hem электронный табло Анда болады. айырмашылық жоқ та, е, таблода? Таблода айырмашылығы онда. Рульде бірақ әдеуір. Бұнда рөлі сәл басқашылығы болады. Асты тегіс и кожаный вариант болады рөлінде. Бірінші позицияда бұна климат контроль функциясы болмайды. Круиз контроль функциясы болмайды. Қызыл сабақлар бар екен, четкий. Қызыл строчкамен тігілген эко кожа болады. Сиденьелерінен көрсеңіз, қызыл строчкамен тігілген эко кожа болады. И сиденье терлетпейтін обдув система болады. И бұл жерде беспроводный зарядчик болады. Сымсыз жаратылып үскенесі азыр когда заман талабы дейміз ба, не дейміз? Әмеде заманауи смартфонларда сондай ғой, беспроводный немен ете береді. Достар, қазір Kia Sonet-тің бірінші позициясында отырыппан. Көріп тұрғаныңыздай, мына сиденье до конца артқа ысырылғанда и орын достаточно. Меніңше бұл қолайлық, ұзақ жолға шыққанда ондай бір қиыншылық тудырмайды. Хәмде екінші қатарда өзінің дефлектор бар, хәмде USB разъем бар екен. Төбемізде люк жоқ, бірақ ұсындай флакон бар екен. Төлеу ұсуларымен танысыңыз келсе, төменде көрсетілген номерлерге хабарлассаңыз болады, достар.